Бала күтіміндегі ананың жәрдемақысы қанша? Тиімді елдермен салыстырғанда Қазақстанның демографиялық ахуалы жақсарып келеді. Нәтижесінде былтыр халқымыздың саны 20 миллионға жетті деп хабарлайды Баку Кайзет Егемен Кайзетке сілтеме жасап. Демографиялық өсу аналардың денсаулығы мен әлеуметтік экономикалық жағдайына байланысты, сондықтан бұған ерекше назар аударып, жыл сайын әлеуметтік төлемдердің көлемі арттырып келеді. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде А2 мөлшері өсті. Соған сай жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдердің көлемі артты. Еңбек кодексінің 99 бабы бойынша жаңа босанған ана немесе жаңа туған баланы асырап алған ана еңбек демалысына шыға алады. Оған бала 3 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын демалыс түрлері жатады. Демалыспен бірге әлеуметтік жәрдемақылар беріледі. Мысалы, жұмыс істейтін ана жүктілігіне немесе босауына байланысты табысынан айырылса, әлеуметтік төлем беріледі. Сондай-ақ бала 1 жасқа толғанға дейін оның күніне де жәрдемақы төленеді. Жүкті босанған, жаңа туған баланы асырап алған деген санаттағы әйелдер табысынан айырылса, әлеуметтік төлем 1 рет, ал 1 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылса, әлеуметтік төлем ай сайын төленеді. Бала туғанда берілетін бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы республикалық бюджет есебінен беріледі. Биыл 1, 2 және 3 балаға 32 А2 140.296 теңге, 4 және одан кейінгі балаларға 63 А2 232.596 теңге беріледі. Ал отбасында егіз 3-4 дүниеге келсе, бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы әр сәбиге жеке төленеді. Бұрын бала күтіміне байланысты ай сайынғы жәрдемақы сәби 1 жасқа толғанға дейін төленіп келді. 2023 1 қаңтардан бастап осы төлем 1,5 жылға ұзартылып, былтыр 1 қаңтардан кейін балаларға 1,5 жылға дейін тағайындалды. Бұл жәрдемақы балаға қарайтын және міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатыспаған, жұмыс істемейтін әйелдер мен ерлерге тағайындалады. Биыл 1 балаға 576 А2 21.265 теңге 97 тиын, 2 балаға 681 А2 25.142 теңге 52 теңге, 3 балаға 785 А2 28.992 теңге, 4 және одан кейінгі балаларға 890 А2 32.858 теңге беріледі. Декретке дейін жұмыстан істеген аналардың бала күтіміне байланысты алатын ай сайынғы әлеуметтік төлемі бөлек есептеледі. Оның көлемі бала туғанға дейінгі 2 жылдағы орташа айлықтың табысының 40%-мен құрайды. Бір ретті төлем ақы қалай есептеледі деген заңды сұрақ туындайды. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, жүктілік 30 аптасы басталған сәттен ана еліміздің декреттік демалысқа шыға алады. Декретке шыққан кезде жұмыс істейтін аналар 4 және одан да көп айға еңбекке жарамсыздығын парағын алады. Оған сәйкес оларға жүктілігі мен босануы бойынша бір жолғы әлеуметтік төлем есептеледі. Босанға дейін ресми жұмыс істеген әйелдерде төлем алынады. Бірақ жалақы байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Бұл ретте жұмыс істейтін аналар ең төмен ақы ай сайынғы
әлеуметтік төлемі баланың отбасында тууына байланысты ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақыдан кем болмауы тиіс. Бала күтімі бойынша әлеуметтік төлем негізіне 2 жылдағы орташа айлық жалақы алынады. Оған кейінгі 24 айдың барлық ресми кірістер қосылып 24-ке бөлінеді. Яғни егер әйел кейінгі 2 жылдың ресми түрінде жұмыс істесе, бұл да ескеріледі. Мысалы 6 ай делік жалақы 24-ке бөлінеді. Ендеше бұл айлық жалақы 0,4%-ке көбейту керек. Орташа коэффициенттің 40%-ін табу керек. Бұдан әрі міндетті зейнетақы жарналарының есебіне алынған соң 10%-ін ғана шегеру қажет. Сіздермен бойлаған пайдалы ақпарат.